Жанлы радио тақдым ете. Газетте yazылған болса, мұтлақ керчек хабердір. Мен де өзім шөле түшінедім. Совет заманларда яшаған едік да. Ама бұл жашқа келіп, енді газетте, телевизорде, интернетте бұтын шейлерге инанмай жақман. Өзің түшініп қараса балам, де язалар қаве зейірлі, сон қарайсын, сенсация файдалы олып болған. Мен мәлуматны пек тешкеремен. Егер пайлашмаға істесем, да диққатлы бақамын. Балачықлар, береде бита яман шитевсе етмес. Сіз кебі мен де серлеваларны бақып шықмаға бегенемен. Амма тек оларға инанмайман. Чүнке адына қарасаң, бай сенсация екен. Оқыған сон алам болмай жақшы екен. Егер де маңа башқа кішінің фікіріне инанмаға зорласалар, бұл кімге файда кетірер ажыба деп түшінемен. Маңа бұл хаберні тек бір тарафтан көстерселер, башқа тарафтан қарасақ не болacak, а? Гуглдан да арамаға білемен. Мен современный апче. Түбі тамырына етмесем де жел қайдан ерден үпре білермен. Бен мұтлаққа хабер қайдан пейда болғаныны да тешкеремен. Егер мен башу белі болса, еш кімсенен пайлашмай жақман. Адамларын алдатмақ балабан күнақтыр. Сіз не, интернетте болған бұтын хаберлерге инанмаңыз. Түшінмеге, талил етмеге тырышыңыз. Береде бита сізлеріні тек аруф шейлерге огретер. Бұл видеоға лайк қой ве пайлаш.